Алматы облысы Панфилов ауданы Сәртөбе ауылдық кітапханасы бір ел бір акция аясында Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына бұрыш жасады. Бұрышқа қош келдіңіздер. Мұқағали Мақатаев қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. 1931 жылы 9 ақпанда Мұқағали Мақатаевтың балалық шағы соғыспен тұтатыс келді. Мұқағали Мақатаев 10 жасынан бастап өлең шығарды. Ол өлеңдері аудандық газеттің бетіне шыға бастады. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым, ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқын кенін. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректен түңілмедім, кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай десе кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жанбарсың ба, ойланбай-ақ келді отал менен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.